Сәлем достар! Биыл елімізде алғаш рет халықаралық балаларды қорғау күніне орай ән шуақ балалар әндерінің фестивалі өтеді. 1,5 айдың ішінде 10 мыңға жуық оқушы фестивальге қатысуға ниет білдіріп, ән шуақ хэштегі арқылы бейнероликтер жариялады. Біз алғашқы күнделігімізді бастаймыз және қатысушылармен танысамыз. Олар келіп қалған сияқты. Досыма достым жарып басып, жарыма қалай жұп болам, әуелден адам болайын таза болақтай. Әркез сол дос болмаса, алынбас қамалда әрбір бастама. Ал достар, біздің қатысушылармен танысайық. Біздің студияда Омар Қанафия, Абдилбекова Амина, Қонқабаева Айзере, Нұрсұлтан Каусар, Серік Санжар, Тұрдалы Дастан. Аспанда 1 жұлдыз, 2 жұлдыз, 3 жұлдыз, 4-5 жұлдыз, тағы да 1 жұлдыз, ол Өміржан жұлдыз. Баршаңа сәлем. Омар, көңіл күйің қалай? Керемет. Жақсы. Жақсы, керемет. Керемет. Тамаша. Күшті. Бәсе, осылай жауап беру керек. Енді әншуақ фестиваліне келген мақсатың қандай сенің? Үлкен әнші болу. Кім сияқты? Димаш Құдайберген ағамыз сияқты. Ой, бәрекелді. Ондай болса, Димаш ағамызға сәлем жолдау жіберейік. Сәлем. Сол Астанаға барып, сол үлкен фестивальда өнер көрсетсем деген бір асқақ арманым бар. Жеңіп кету. Жеңіп кету ма? Бірінші орын алып, бірінші орын не істейсің одан кейін? Бәрекелді. Қазақстанның атын шығару. Жақсы өнер көрсетіп шығу. Өзіңе сенімдісің ең бас. Иә, әрине. Толық. 100%. 1000%. 1000%. Әншуақтың фестивалі, яғни TikTokқа бейне ролигін салады, иә? Сенің бейнең қанша қаралым жинады? Мен TikTokқа салған бейне баяным дәл қазіргі уақытта 69 мың қаралым жинады. TikTokта қанша қаралым жинады? Қазір бейнеде 10 мың. 12 мың. 12 мың жинады, 16 мыңнан асты. 370 мың. 370 мың? Білмеймін, әйтеуір сразу рекке кіріп кетті. Енді Құдай қаласа миллионға жетсе екен. Миллионға жетіп қалуы мүмкін, 10 миллионға жетіп кетсеші. 10 миллионға жетсе, ой. Санжар, өзің жұлдызсың. 3 миллион қаралым, достар, 3 миллион қаралым сендердің бейнелерің жинады, е? Қазір басқа да қатысушыларға айтар тілегің қандай? Ең бастысы ол қобалжымау керек. Ең бірінші өзіме. Өзім бірінші жеңіп кетсем, сосын қалғандарына сәттілік тілеймін. Бәрекелді, бестекел. Басқа қатысушыларға мен тек қана сәттілік тілеймін. Еш қобалжымаңдар. Өзіме де тура солай сәттілік, жеңіс. Қобалжымаңдар. Бәрі жақсы болады. Мен 1-ші орын алсам, сендер 2-ші орын аласыңдар. Түсіндіңдер ма? Достар, Айзере 1-ші орын алу керек. Тамаша, бүгінгі күн жақсы өтіп жатыр ма өзіңе? Күшті. Қанша жасыңнан бастап әншілікпен айналысып кетесің? Мен өзім 3 жасымнан бастап ән айтамын. 3 жасыңнан? Есіңде? Иә. Аха. Көбісі сене бермейді, неге сен өтірік айтып жатқан шығар. Мен де сеніп тұрған жоқпын, жарайды, сонда да айта бер енді. 3 жасымнан бастап өлең айтамын. Қатысушыларға деген тілегің? Басқа қатысушыларға деген тілегім, өздеріңізге ең басты сенімді болыңыздар. Әрқашан сенімділік 1-ші орында болу керек. Сенімді болса, бәрі қолынан келеді деп ойлаймын. Басқа қатысушыларға деген тілегіңді айтып кетсең осы жерде. Денсаулық тілеймін оларға, ең бастысы. Ата-аналар аман болсын. Ой, бәрекелді, жақсы тілек. Өзінің армандарына жете берсін. Бәрекелді. Жарайсың. Сәттілік саған. Арманым Қазақстанның атын шығару. Үлкен арман. Үлкен арман. Рахмет, сіздермен бірге болған Каусар. Каусар біздің оқырмандарға сәлем жолдап қой. Сәлем. Осымен бірінші күнделігіміз аяқталды, достар. Естеріңізге тағы да сала кетейін. Әншуақ фестиваліне қатысу үшін біріншіден бейнеролик түсіріңіздер, оны TikTokқа салыңыздар, қаралым көп жинаңыздар, және де әншуақ хэштегін ұмытпаңыздар. Ең көп қаралым жинаған
қатысушымыз біздің бірінші маусымда Open Air'ге қатысатын болады, және де ертегі балдәурен сіздерді күтіп тұр. Сол себепті асығыңыздар достар. Сіздермен бірге болған мен Әсет Арыстанбек. Бір айдан кейін тағы да жолығамыз. Қош, сау болыңыздар.